қайтарымы жоқ. Ешқашан да қайтадан сен қаншалықты қайтарам десең де қайтпайтын бір дүнияның біреуі ол адамның осы уақыты. Мысалы, сіз естелікті, бұрынғы өткенді, өтіп кеткен, тіпті ол мода болсын, өтіп кеткен жаңағы әдет ғұрып болсын, өтіп кеткен тіпті қандай дүние болса да қайтаруға болады да, бірақ та адамға өмірде ешқашанда қайтарылмайтын дүние бұл уақыт болады. Сондықтан әр уақытты бағалаған жақсы. Көп адамдар келеді жаңағы, мен жұмыс таба алмаймын, мен жұмыс жоқ, мен жолымды ашып беріңізші дейді. Жолды ашатын да Алла, жабатын да Алла, оны жөндейтін де, жөнге салатын да, жоқ қылатын да, бар қылатын да Алла Тағала, иә. Бірақ енді адамдар енді өзінше былай қарасаң, сөз байлығына байланысты, өзінің сөзінің құрастырғанына байланысты, апа, сіз ашып берші, мен балам жолын, менің бағымды ашып берші, жолымды ашып берші деген әңгіме айтады. Ол ешқашанда ешкімдікін ашпайды шындығына келгенде. Кейбір адамдардың қол-аяғы құтты болады, кейбір адамдардың аузы дуалы болады, кейбір адамдардың басы қадірлі болады. Мысалы деген, сондай адамдарға, әй, сен кірші жұмысқа, Алла саған жұмыс берсінші, сен үшін тілек тілеймін деп қалсаң, сол адам кіріп кетсе, соның өзіне ол да мәз, сен де мәз боласың да. Енді ол неден болады бірінші? Неден болғанда да, қашан да болғанда да, мен жалпы өзім, мен танитын адамдар бәрі білет, үлкені бар, кішісі бар, жалпы адам баласымен ұрыспайды екем. Жалпы жақсы көрмеймін. Ренжісу деген, біреумен ұрысу деген, жұлысу деген, біреуге қатты айту деген, ол менің дүниемде жоқ зат екен. Ал енді жаңағы мына адамның көңіліне, адамның жаңа көңіл күйіне қарап, қал жағдайына қарап, жаңағы сөйлей білудің өзі үлкен адамгершіліктің белгісі деп айтады, мысалы. Сондықтан, мысалы, адамдар қалай сеніп келеді маған. Мысалы, мен де кәдімгі бәріміз бірдейміз, мен де бірдейміз, сіз де бірдейсіз, сіз де бірдейсіз, бәріміз де бірдейміз. Алланың алдында бәріміз бұл дүниеге жалаңаш келдік, бірдей болып, байы да, кедейі де, орысы да, қазағы да, қытайы да, басқасы да жалаңаш келдік, Алланың құдіретімен бірдейміз бәріміз. Және тап солай жалаңаш кетеміз, дымсыз. Тек қана айырмашылығы жаңағы матамыздың качествосында шығар деп ойлаймын. Біреуін арзан матаға орайды, біреуін қымбат матаға орайды, бәрі айналып келгенде ақ матаға дымсыз қолымызға бір түйір дүниемізді ұстамастан кетеміз. Сондықтан сол Алла берген өмірде өзімізді тәрбиелеуіміз керек та, тәрбиелеп тек Алла Тағаладан жаңағы қандай бол, үлкен болсын, кіші болсын, қасыңызға қандай адам келеді, ол алқаш па, ол я болмаса бай ма, кедей ма, мүмкін ол адамның денсаулығы жоқ, мүлдем ауыра ма, ауру ма, былай қарасаңыз. Ол адамды деген Алла Тағала кемтар қылып жаратқан шығар, бірақ сол адамдардың алдында ешқашанда көкірек көтеруге болмайды. Мен екем, менмін дегенді қою керек та, сонда деген сізге өмірдің бәрі бірдей болады. Алла сізге жолыңызды ашып қояды. Алла Тағала неге оның бәрін айтып отыр мен сіздерге? Көптен көп адамдар деген адам таңлайды. Адам таңлайды. Өзінің жаңағы өзінің жағдайына қарамай, өзінің мысалы шыққан тегіне қарамай, шыққан жеріне қарамай, өзінің шыққан отбасының жағдайына қарамай, көп адамдар жаңағы адам таңлайды. Бай келе жатса, я болмаса жаңағы жақсы жұмыста жасайтын состоятельный адамды көріп қалатын болса, жалпақтап кетеді. Көп жерде мен көремін, мен жаман байқаймын соны. Жалпақтап есі шығып кетеді ана адамнан, бір түрлі қорқа ма, ығыса ма, тіпті соған қарап сөзді айта алмай қалады. Ал енді сәл-пәл жаңағы уже киімі кішкене жұпынылау болса, аздап кішкене жаңағы тісі жоқ, былай қарасаңыз өзінің түріне қарамаған, жағдайы жоқ деген сияқты адамдарды көретін болса, кәдімгідей өздерін кісімсініп, сөйтіп келіп сөйлеп тұрады. Бұл деген адамның көкірегі болады. Мысалы, мен бір Алматыда барахолка дейміз ғой, соған осы біраз жылдықтарда бір сіңліммен барып, сонда жаңағы екеуміз енді шындығына келгенде екі түрлі киініп тұрық. Ол өзінің барынша, мен өзім барымша.
Сонда деген ана мен сіңлімді менсінбей вам тут ничего нету деген ана естен кірмей жатып орысшалап. Как это ничего нету? Можно посмотреть, зайти десек, жаңағы нет деп, ана сіңліме жаңағы киіміне қарап тұрды. Нет деп, нету ничего дейді. А сосын, может, я зайду, посмотрю десем, а вы заходите, мы поможем вам найти дейді. Көрдіңіз ба? Сонда бір үйдің адамы екі адам барып тұр, сонда екеуміз де бір отбасыдан шыққан, бірдей жағдайда барып тұрған кезде бізге сондай жаңағындай қарсы алып тұрды. Бұл енді мысалы көптеген адамдардың жолының жабылуы, сәтсіздіктің болуы, жұмыс таба алмауы, жұмыс таба алса да ұзаққа бармайды, берекетін болмаулығын бәрі бұл тек қана адамның өзінің қара басында көкіректі баса білу керек. Көкіректі бассаңыздар, Алла Тағаланың алдында кішірейсеңіз, және осы халықтың алдында, халық деген сөздің өзі Алла Тағаланың 99 есімінің біреуінде екенін білесіздер. Сонда деген, мысалы, бекерден бекер қоймайды оны да. Сонда деген Алланың алдында, халықтың алдында өзіңізді сәл-пәл болса да көкірегіңізді басып, кішірейіп, адамды адам ретінде қабылдап, адамды кемсітпей, жаңағы мұқатпай, жаңағындай алаламай дұрыстап қабылдап білсеңіз, сіз барлық адаммен жақсы боласыз. Соның өзінде Алла Тағала деген сізді сондай бір жаңағындай көкіректіктен құтқарып жолыңызды ашып қояды. Мысалы, көп деген, енді білесіз ғой, Алла Тағала деген сіздер нұрнаманы оқыған болсаңыздар, мысалы, жаңағы Алла Тағала пайғамбарымызды саллаллаху алейхи вассалам отқа, суға, желге, топыраққа жібереді ғой, оны білесіздер, мысалы, бәріңіз көзіңіз ашық оқыған адамсыздар ғой. Ал енді соны оқымаған адамдарға айтайын деп тұрғаным, жаңағы мүмкін кездеспеген шығар, мүмкін ондай тақырыпта оқымайтын шығар адамдар. Сонда деген осыларда қандай құдірет бар екен біліп келші дейді ғой. Сонда жаңағы соның ішінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам желге барады ғой, мысалы, сенде қандай құдірет бар деп. Сонда жел айтады, мен деген жолымдағының бәрін ұшырып, барды жоқ қылып жібере алам дейді. Сонда Алла Тағаланы, Алланы мойындаңыз, астағфираллах деп айтыңыз дегенде, жаңағы жел ля иляха иллаллах Мұхаммаду расулаллах астағфираллах деп өзі сабырға келеді. Отты айтады, мен бәрін күл қылып жіберем деп, оны да солай сабырға шақырады. Мысалы, суға айтады, суда мен бәрін жоқ қылып шайып жіберем дейді, жер бетінде дым қалдырмай. Оны да сабырға шақырып Алланы мойындатады. Ал енді ең соңында топыраққа келгенде, сізде қандай құдірет бар дегенде, топырақ ешқандай мақтанбайды да, Алла Тағаланың құдіретімен, Алла маған не бұйырады, мен соны жасаймын дейді. Сонда ғана Алла Тағала айтады, топырақта көкірек жоқ, барлық дүнияда, адамда, жан-жануарда не бар жер бетінде, бәрі топырақтан жаратылады, топырақта өмір сүреді және топыраққа қайтады дейді. Сондықтан біздің бәрімізде топырақтыкіндей сабырлық болу керек, топырақтыкіндей көкірек болмау керек. Бәрімізде сонда ғана Алла Тағала мысалы топыраққа қандай құдірет беріп қойды, сіздерге де тап сондай, сіздердің де жолдарыңызды ашып, сіздерге де бақ-дәулетті үйіп қояды. Сондықтан барға шүкір қылып білу керек. Ал енді мысалы мұхтасарда айтады ғой, өмір деген көліктің рөлі дейді. Мысалы, мынау жаңағы көліктің рөлі болатын болса, сіз деген оңға қарай бұрып, Алладан тек жақсылық сұрасаңыз, Алла Тағала маған бір керемет зәулім үй берші. Ой Алла, мен деген осы керемет, мен де мынандай джип машине мінгім келеді. Мен де көп ақша болып, мен де ел аралап қыдырғым келеді. Мен де керемет осындай жақсы бай қуатты өмір сүргім келеді. Маған көмектесіңізші, сізге аманатпын деп Алладан ғана тілек тілейтін болсаңыз, Алла Тағала айтады дейді, мына пендем менің құдіретіме сенеді, сондықтан мен оған бәтіңкенің бауынан бастап болса да берем, қолын алақанын құр қайтаруға мен ұялам дейді екен. Ал егер сіз деген мына көліктің рулін өміріңізді солға қарай бұрып, ой маған джип қайда, ой бізге деген ондай миллион деген ақшаны өмір ұстап көрген жоқпыз, біз осылай тақыр кедебі өтеміз, кредит қарыздан шыға алмаймыз, ой бізде деген бір мұндай үй деген қайда, екі қатарлы өмірде бізде болмайды ғой, оған қайдан табамыз ақшаны деп кәдімгі солай сенімсіздік білдірсеңіз, Алла Тағала айтады дейді, мына пендем менің құдіретіме сенбейді,
сондықтан өзінің сұрап тұрған кедейшілігінен берем деп. Сол адам сонда тұқымменен баласын сөйтіп сол обоснованно жаңағындай немен кедейлікпен кетеді. Сондықтан Алла тағала айтады, екеуміздің ортамызға дәнекер салма, сұрасаң менен тікелей сұра. Дәнекер деген связной. Мысалы, сіз біреуден сұрап, ол біреуден сұрап, олай болмайды. Мысалы деген көптеген адамдардың емге келгенде, мысалы олардың енді өзінше, енді олардың әрине өйтіп сеніп, әйтеуір мені құрметтеп, мені төбелеріне көтеріп атқанына мен басым дейіп рахмет айтам. Бірақ барлық затты тек қана бір Алладан сұрау керек. Алла тағаладан сұрай беріңіз. Бермейді екен деген әңгіме сенімсіздікпен сұрамаңыз. Мен өзімнің практикамда білем, Алла тағаладан мен не сұрайым, соның бәрі болады ғой. Тіпті бар ғой, тіпті көлік сұрасам, сол көлік, мен осындай тек машина алғым келеді, Алла маған көмектесіңізші, прям тек осындай машина мінгім келеді десем, болады әйтеуір. Ұзаққа бармайды, болады. Тек Алла, мен деген осындай маған ақша керек болып тұр еді, маған қатты қажет болып тұр еді, Алла көмектесесіз ба десем, о да болады. Сондықтан бар ғой, мен тек өзімнің басымнан өткенімді айтып отырмын. Алладан жақсы затты сұрай беріңіз, жалықпаңыз. Сен маған қарай жүрсең, мен саған жүгірем дейді ғой. Сен жүгірсең, мен саған құстай ұшам дейді Алла тағала. Сондықтан ешқашанда ой деп өмірден үміттеріңізді үзбеңіздер. Мысалы деген жақында бір емге бір қыз бала келді, қай жақтан екенін де айтпай ақ қояйын. Өмірден түңіліп кеткен ғой. Түңіліп кеткені соншама тіпті балаларды да керек қылмайды. Тегі ол да бар, қыз да бар, ата-ана да бар, бауыр да бар, ешкімді де керек қылмайды. Керек қылмайды, тек қана бір кішкентай сәл-пәл болған қиыншылыққа шыдамай, тек қалайда тек бәрінен баз кешіп отыр ғой. Мысалы, олай болмайды. Көптеген мысалы деген қаншама кейін кезде өте осы жиіленіп кетіп еді, осы 1-2 жылдықта қазір кішкене басылды дейін десең қайтадан шығып жатыр. Мысалы, өз балаларын күйеуімен араздасқанның арасында кішкентай ғана сәл-пәл шыдамай, өздерінің туған балаларын, кішкентай сәбилерді бәленбай этаждан лақтырып жіберіп, ол балалар, конечно, быт-шыт шығып өліп қалады. Артынан өзі құлағанда, өзі өлмей қалып, өмірде инвалид болып қалып қойған қандай жаман көбейіп кетті ондай. Біздің Атырауда да болды сондай. 9-шы этаждан лақтырып жіберіп балаларды өз артынан секіргенде не болды ал? Енді жақында деген мысалы кеше Инстаграмда енді қанша айтқанмен ол соцсет болып жатқаннан кейін бүкіл жер беті қарап отырады. Ана жап-жас келіншек мысалы деген, ана балаларды мен жүрегім ауырды. Ананы деген сіздер қалай қабылдадыңыздар? Мен білмеймін, бала деген Алланың аманаты. Мысалы осы жердің өзінде қазір шығарып бүйтіп сенде деп қарайтын болсаңыз, осы жартысынан көбісінде бала жоқ. Бала көре алмай жүрген, сәби сүйе алмай жүрген, бала көтере алмай жүрген адамдар қаншама. Тіпті бар ғой, тіпті біреудің тастап кеткен баласын детдомдағы шындығына келген, шынын айтайық. Соны бала қылып, кәдімгі соны төбесіне көтеріп отырған адамдар қаншама. Ал енді кешегі жап-жас келіншек кішкентай періштелер ғой. Тіпті өзіңізді де сөйтіп өтікпен күйдірсе жақсы ма, ойлаңызшы, дым жоқ қой үсті бастарынан. Өтікті қыздырып, балапандарды өтікпен қыздырғап күйдіріп өлтірген ғой. Өлтірмеген, бәрі деген күйіп больницада балалар. Кішкентай періштелер. Обалай. Мысалы деген, сондай қатыгездікке бармаңыздар. Сосын деген сәл-пәл болса да кішкене басыңызға қиыншылық түссе, соған деген ақыр заман соқпаңыздар. Ойбай, бітті, кредитке кірдім, қарызға баттым, мынадан қалай шығамыз, мінеке, мына айырылып кетті, мынау тастап кетті, мына бай кетіп қалды, мына даже күйеулер кетіп қалған емес, мен осы жақында біреулерді неттім, қабылдадым, әйелдері кетіп қалған, 5 баланы тастап. Ең кішкентай 2-де мысалы. Ал сонда балалардың көз жасы қайда, обалы қайда, былай қарасаңыз. Еркек байқұс отыр мысалы 5 баласымен, кішкентай 2-де мысалы. Ер адам қалай ол? Ер адам ешқашанда балаға шеше болмайды. Ешқашанда шеше болмайды ер адам. Ер адам деген өзінше махаббатын бергенмен де, оның махаббаты ананың махаббатының бір бөлігі ғана. 100-ге бөлгендегі бір бөлігі ғана. Қандай жағдай жасса да ешқашандай өз анасындай болмайды.
Мына қазіргі мен тіпті осы бүкіл жаңа эфирлердің бәрінде ой дуа, анау тастап кетті, анау ине тастап кетті, анау бірдеңе тастап кетті, анау сүйек тастап кетті. Сондай дуа деген, дуадан бас көтермейтін едік. Одан қалса жаңағындай тіпті мені қарғады дейтіндер көп. Одан қалса тіпті білмеймін, суретін оқытты, бетке тықты, үйтті, бүйтті дейтіндер көп еді. Енді қазір мен қарап отырсам, мына біздің емнің өзі бір тематикамен жүреді. Өзі бір сезонный сияқты, жаңа бір кездерде кілең дуаланғандар келеді. Бір кезде кілең күйеуінен айырып жүргендер келеді. Бір күні бәрі жаңағы күйеуге шыға алмай жүрмін, үйлене алмай жүрмін дейтін, бір күні енесімен қырылатындар келеді. Енді қазіргі жағдайда қарап отырсам, көбіне көп мына әке емес, шешелері безіп жатыр балалардан. Тіпті осы кейінгі осы бір 2 айдың ішінде деп айтайыншы, 2 айдың ішінде қараған адамдарымның 70-80% аналары балаларын тастап кетіп қалып жатқандар. Балаларын тіпті бар ғой, балаларын қайда тастайды, не ойлайды білмеймін. Жынды дейін десең, жынды емес, есі ауысқан дейін десең, есі ауысқан емес, қуат дейсің. Қумаған тым жақсы, бірақ қарасаң кәдімгі шырылдатып, ойбайлатып, балаларды жәудіретіп, лақтырып кеткен аналар өте көп. Сондықтан жаңағы қыз балалар болса, қыз балаларға да айтатыным, тұрмысқа шықтың ба, кімге шығып атқаныңды біліп шығып баратырсың. Сәпсем есалаң жынды болмасаң, соқыр болмасаң, ана адамның жағдайын білесің, тума-туысын білесің, өзін білесің. Баяғыдай жаңағы қол-аяғын байлап, көзіңді байлап, атқа өңгеріп алып кеткен ештемесі жоқ. Сондықтан шыққан жерді біліп барып тұрсың ба, шыдайым деп барып тұрсың ба, шыда. Ал егер уже жаңағы ондайға шыдамайды екесің, өзіңе сенімсіздік екесің, тіпті бар ғой, балалы болып, баланың обалына қалмаңдар. Баланың обалына ешқашанда қалмаңдар. Қаншама мен тіпті айтпайды емес, бірімде күнделікті, осы күні күнделікті, күнде көріп атқаным сол. Күнде көріп атқаным, ер адам бес, әйел адамдар, кәдімгі келіншектер, жас келіншектер бала шағаларын тастап, күйеуін тастаған, ата-енесін тастаған, ештемес, бала шағасын тастап кетіп жатыр. Қайда кетіп жатыр, не істеп жатыр, түсінбеймін. Бұл енді сондықтан шыдаңдар, отбасы болғасын. Мысалы, ер адамдарда былай қарасаңыз, әйел адамдарға көп көмек беру керек. Әйел адамдарда деген мына дорадовая деп қазір енді орысшалап айтады, ол послеродовая депрессия деген болады. Бала көтеру, оны дүниеге әкелуде оңай емес. Өйткені деген біздер жаңағы үйде қалған адамдар, ой, анау туға кетті. Не туыпты? Кім туыпты? Деп қазақтар не туыпты деп айтады ғой. Кім, ол ма, қыз ба? Деп ары қарай тойлап кете береміз. Ал бірақ шын мәселесіне келгенде босанатын адамның бір аяқ көрде, бір аяқ жерде болады. Нағыз өлім мен өмірдің ортасында жанталасып жататын осы босануға баратын әйелдер. Сондықтан ер адамдарда жаңағы әйелдеріңізді орысша айтқанда давайте етпеңдер. Мысалы деген әйел адам ештемеге де жауап бермейді, білесіздер. Ер адам өзіне жауап береді, ата-анасына жауап береді. Өзінің жолдасына, келіншегіне, әйеліне жауап береді, және балаларына жауап береді Алланың алдында. Ол деген, мысалы, мен айтқан жоқпын, оны сіз айтқан жоқпыз, ол қасиетті Құранда бар. Сондықтан ер адамдардан сұрау деген өте жоғары болады. Ер адамдардан спрос жоғары болады. Сондықтан жаңағы әйел адамды алдыңыз ба, қол ретінде емес. Сол үйдің тамағын жасап, сол үйдің кірін жуып, сол үйдегілердің бабын тауып, сол үйлердегі түрткіш дегендердің түрткісіне шыдап, жаңағы мінез құлықтарына шыдап, сол үйде тепкіде жүретін құл емес. Өздеріңізге жар қылып, менің балаларымның, болашақ балаларымның анасы ретінде деп кәдімгі жоғары бағалап қабылдайтын болсаңыз, әйел адамды қалайда деген дұрыс тәрбиелеп, өзіңіз алақаныңызға салып, мәпелеп өсіретін болсаңыз, ол ешқашанда сізден кетпейді. Және деген мысалы бар ғой, жаңағы ешқашанда мысалы әйел адамға тіпті мына баланың көзінше, бөтен адамның көзінше болса да ешқашанда қатты сөйлеуге болмайды. Өйткені деген ол әйел адамның деген білесіздер бағы сынады.
Ал кішкентай балаларға мысалы деген оларға да солай балаларды кішкентайынан тәрбиелеу керек. Бөтен адамдардың көзінше балаларды өйтіп бостан босқа жаңа кет жоғал бірдеңе деп тек айқайлап нететін болсаңыз қазақбайшылыққа салып баланың сағы сынады. Сондықтан мына қазіргі мен тағы да айтамын, мына болып атқан күнде келіп атқан тағы айтамын 70-80% дедім ғой. Сондай мысалы келіншектер семьясын отбасын тастаған үшін емес, балаларын кішкентай емшектегі балаларын тастап қашып кетіп жатыр. Оның бәрі мен ойлаймын бір жағынан ер адамның да үлесі бар деп. Мысалы деген келіншегіңізді, мамаңыздың сөзін сөйлейсіз өмір бойы, үйдегілердің сөзін сөйлейсіз, келіншекті жаңа жерге тығып, аузын ашып, кішкене жаңағы ол дұрыс емес қой десең алып сабайсыңдар, оны итше тепкілейсіңдер. Мысалы адам ұрғанда тепкілегенде ол ауыр ғой. Мысалы өзіңізді де біреу бұрырса, сол жерің ауырады ғой. Ал әйел адамдар, нәзік адамды көкала қойдай қылып сабайсыңдар. Өткенде бір келіншек келді, Қарақалпақстаннан келді, Ақтауға іздеп келді. Жаңағы мен сізге 2 жыл болды кіре алмай жүргеніме. Кеше деген бәріне түкірдім да, өлтірсең өлтіріп тасташы, мені құрсыншы, мен қалай болды енді. Не істесең оны істе маған дедім да, үйден шықтым да кетіп қалдым дейді. Кетіп қалып, сіз Ақтауда қабылдап атқаннан кейін Ақтауға іздеп келдім деп келді Ақтауға. Ананы көргенде шошып кеттім мен. Жап-жас келіншек әп-әдемі. Ойбой, көзіңе не болды? Мына көзіңе бір ауыр затпен ұрды ма десем, көзімді өтікпен ұрды дейді. Сіздер ойлаңызшы, мысалы біреу көзіңізді өтікпен ұрса, бір көзіне өтікпен ұрған, ол өзі жоқ қылған, енді екінші көзі жоқ қой. Сонда деген адамның қандай дейсіз, ашынғаннан өзінше мен мысалы оған деген не істеймін, ана алып тастаған көзің орнына көз салып берем ба? Қанша жаным ашса да, бірақ сонда да жаңағы сізге келсем, әйтеуір бір жақсы сөзіңізді естіп, сіздің жылы сөзіңізді естіп, әйтеуір тек маған жақсы жылы сөйлегеніңіз өзі ем болады ғой деп келдім дейді. Ана тұрған Ақтаудың ішінен алмай, өзенді екі көзі көрмейтін болғасын, байқұс айдаладан келген соң Қарақалпақстан, Ақтаудың шетінен бір ауылдан алған ба квартираны. Сөйтіп содан келді ғой. Сондағы маған келгендегі мақсаты не дейсіз ғой? Сонда тек жаңа ой байқұс-ай, не болды, тек мына көзіңе не болды, не болды сонша, неге қиналдың, не істеді деп соған жылы сөйлегенге жылап кетті. Ал енді сондай жағдайға жеткізбеңіздер келіншектеріңізді. Алдыңыз ба адамды, сіз адамды бір маймылдардың ішінен алып келген ештемеңіз жоқ. Адамды ол да тәрбие көрген, оның да өзіндік тәрбиесі бар, өзіндік отбасынан келген, өзінің заңдылығы бар отбасынан келген. Сондықтан адам қылам деп алдыңыз ба, мәпелеп біліңіз, тәрбиелеп біліңіз. Ал енді үйде Алла тағала бала берсе, уже бір баладан кейін оны менің жақсы болсын, жаман болсын, ұрпағымның анасы, менің баламның анасы, менің балам жаңағы ақ сүтін емген бұл деген анасы деп кәдімгі төбеңізге көтеріңіз. Сол кезде ғана сіз өзіңіздің анаңызды қалай сыйлайсыз, келіншегіңізді солай сыйлауыңыз керек. Өйткені екеуінің айырмашылығы жоқ ешқандай. Екеуі де ана. Ал енді жаңағы бұл мен жаңағы сіздерге айтып отырған әңгімем жаңағы күнделікті емге келіп атқан қазіргі басты әңгімелердің бірі да. Енді сондай жағдайда жүрген адамдар болатын болса, қалай қылғанда да әйел болсын, ер болсын, кішкене отбасына көңіл бөліп, отбасында тату тәтті болып, Алла тағала сізге аманат берген балаларды қорламай, балаларды дұрыс тәрбиелеп, менің әкем, менің шешем осындай болған деп кәдімгі сіздерді кәдімгі боқтап емес, мақтап өсетіндей болу керек та. Енді кезекте бүгін енді 25 мамыр, е? Ой, баяғыда деген 25 мамырда мен де мұғалім болдым ғой. Керемет қылып кәдімгі деген тек тойлайтын едік қой. Ал енді балаларыңыз деген бүгін мектеп бітіріп атқан ұл-қыздарыңыз болса, балапандарыңыз болса, немере жиендеріңіз болса, бәрінің осы аман есен осы бір оқу жылын бітіргені құтты болсын бәріңізге. Балаларыңыздың бағы жансын, қайда жүрсе де бәрінен де дін аман жүрсін. Аман жүрсе, Алла тағаланың бұйырғаны ешқайда кетпейді.
аман болсын. Мына мектеп бітіріп, жаңағы ұбт тапсырып, емтихан тапсырып, мына ент деймі, соны тапсырып, үлкен өмірге жолдамалайын деп тұрған балапандарыңыздың жортқанда жолы болсын. Алла тағала оларға деген тек өмірдің жеңілдігін берсін, жақсылығын берсін, өмірдің тәттісін берсін. Өмірде қиналмай, Алла тағала өзі жар болып, тек аман есен өздері қалаған оқуға түсіп, керемет үлкен азамат пен азаматша болсын. Ақшалары көп болсын, қайда жүрсе де сәттілік жолдастары болсын. Алламның құдіретімен бүкіл ата-бабаның әруағы қолдап, бүкіл тек әулие әмбиелер қолдап, қайда барса да тек Алла тағаланың құдіретімен бақытты өмір сүрсін. Аллаға аманатсыздар. Енді неге бұл жерде енді әруақ дейміз, әруақтарды айтып жатырмын, әулие әмбиелер деп жатырық. Алла тағаланың құдіретімен, мысалы өткенде өздеріңіз, мен енді басқа имамдардан да естіп жүрмін, бірақ мына соңғы естіген Нұрлан имам, енді бәріңізге танымал ғой. Сол кісілерде мысалы өмір бойы Құран оқып, өмір бойы Құран зерттеп келе жатқан адамдар ғой, былай қарасаңыз. Құран ойыншық емес. Құранды Алла тағала өмір бітіп, ақыр заман болғанға дейін ешқандай менің алдыма келгенше ешқандай өзгеріске ұшырамайды деген. Сонда деген мысалы айтып жатыр сол кісі. Әруақтар мысалы деген бізде осы қазіргі көп жат ағымдардың адамдары мысалы айтады: әруағың сенің ешкімге көмектеспейді, сұрама, Аллаға ширк қоспа, ширк оның бәрі. Ана молада өліп қалды, көмтісадың, шіріп кетті, ол өзіне көмектесіп жатсың деп қатты айтады. Ал енді осы мен свежий естігенім, сол Нұрлан имамнан естігенім. Алдында енді бүкіл имамдар да, қарилар да, мен жақсы араласатын бір қари адам бар Құсарыда, кәдімгі сол кісілерде бәрі айтады: әруақтар сіздерді естиді дейді, әруақтар сіздерді сезеді, әруақтар сіздерді көреді, әруақтар қастарыңызда жүреді, бірақ тікелей жаңағы байланысқа шыға алмайды дейді. Мысалы сіз сұрақ қойып, ол жауап беріп, қасыңызда осылай прямой контакт дейді ғой, сондайға шыға алмайды. Сондықтан әркімнің, мысалы деген, білесіздер, біздің ата-бабамыз көбінесе енді осы жерде отырған қазақтар болғаннан кейін деп ойлаймын. Ал енді ата-бабамыздың біздің өзі жауға шапқанда баяғыда әруақ деп шапқан. Ал енді әруақ өтірік болатын болса, 45 жылы білесіздер, 1945 жылы немістермен, фашистермен соғыс болған кезде, мысалы Москваны бүгін алады деген түнде жаңағы Сталиннің өзі жаңағы самолетпен осы әруақтары көмектеседі деп, қазақтардың деп, жаңағы ненің үстінен, Москваның үстінен алып шыққан. Сонда сол күні немістердің теріс кеткен ғой. Қаншама мысалы деген көп деген адамдар айтады, мысалы ол түсімде жаңа атам кірді, мамам кірді, әжем кірді, бірдеңем кірді, тұр деп жатыр, тұрып жатсақ жаңа үйдің ішінде газ кетіп жатыр дейтіндерді адамдар келді. Содан аман қалдық деп біреу айтады: ойбай, тұр деп жатыр, атып тұрып қарасам, балам жаңағы ұйқылы ояу секірейін деп тұр екен деп. Сонда қарасаңыз, мысалы әруақтарды ешқашанда жоққа шығара алмайды. Тіпті артық лишний раз деп айтайық енді орысшалап, тиісіп қажет еместі. Әруақтарға Құран бағыштаймыз, бәрін Алладан сұраймыз, Аллаға табынамыз, Алладан көмек күтеміз, әруақтарды құрметтейміз, бағалаймыз, әруақтарға тіл тигізбейміз, әруақтарды бостан босқа, әруақтарды жаңағындай жаман сөздеріңізбен, жаңағындай лас ауызбен әруақтарды қорламаңыздар. Әруақ деген кім ол? Әруақ деген бүгінгі отырған тірі адам, ертеңгі бір топырақ. Әруақ деген сол. Сондықтан жаңағы әркімнің өз әруағы өзінде. Мысалы сіздің түсіңізге, ол деген түстің өзі үшке бөлінеді, білесіздер, шайтани түс болады, аяни түс болады, қияли түс болады. Аян түс болады. Аян түс болған кезде, аян түс таңда, мысалы таң намазының уақытында келеді. Сонда мысалы түсіңізге сол таңғы мезгілде сондай бір әруақ кіріп, сізге бір ескерту жасап жатса, соны жаңағы түс түлкінің боғы деп қалай осылай қарамай, онда кішкене жаңағындай айырып білуіңіз керек. Мысалы көптеген адамдардың
мысалы қайтыс болған аналар түстеріне кіретін болса, міндетті түрде соның артынан үлкен жақсы жаңалық болады. Болмай жүрген істері жақсы болады, жақсы жаңалық болады, әйтеуір жақсылық болады. Енді қайтыс болған әкелері түстеріне кіретін болса, ер адам кіретін болса, жаңағы ер адамдар көбінесе ескертумен келеді. Предупреждающий дейміз, ескертумен сақ бол балам, үйіңе ұры түсейін деп жатыр, сақ бол, жаңағы ауырып қалайын деп жатсың, ауру келе жатыр деген сияқты, сақ бол, бір қиыншылық болайын деп жатыр деген сияқты ер адамдар түсте көбінесе сондай ескертумен келеді. Ал енді дәкен апаларың бүйтіп бірін айтып біріне кетіп қалады. Жаңағы сонымен 25 май балапандарды құттықтадым. Жаңағы енді мына ер адамдарға құрметті азаматтар, жаңағы алтын басты әйелден бақа басты еркек артық деп айтқан менде аналарды құрметтеңіздер, жолдастарыңызды бағалаңыздар. Ол кісілерге көп ештеме керек емес қой, сіздің қалайсың жаным деп қойсаң, соған мәз болады, шалқасынан құлайды. Тек анда-санда бір жаңағы 5-10 мың теңгелеріңізді қиып сыйлық жасап қойыңыздар. Тіпті бір жақсы гүл әкелсең де, торт әкелсең де, бір тек мынаны саған алып едім деп бір нәрсені әкеліп берсең де, соғанда мәз болады. Үйдегі әйел адам күліп жүретін болса, үйдің ішінде күн күлімдейді. Әйел адам деген ол қанша айтқан емес, сіздің ұрпағыңызды дүниеге әкелетін адам, сіздің отыңызды жандырып, ошағыңызды қыздыратын адам. Сондықтан әйел адамдарыңызды жылатпаңыздар, тиіспеңіздер, талатпаңыздар, кім болса соған. Өсек аяңға ермеңіздер. Сосын көптеген ер адамдар қазір өздерінің балапандарын, баласы жоқ болса бір жөн, өздерінің 4, 5, 6 балаларын тастап кәдімгі деген басқа адамдарға кетіп қалып жатады. Мысалы мен сонда ойлаймын, осы сөйтіп кеткен ер адамдар бәрібір түбінде садақа береді. Соларда құрбандық шалады. Сонда не деп садақа береді? Сонда жаңағы өзінің бүкіл бала шағасын жетім қылып, әйелін жесір қылып, сонда біреудің жетімін құрметтеуге, біреудің жетімін жарылқаймын деп бара ма? Сондықтан ешқашанда отбасыларыңызды бұзбаңыздар. Отбасы деген, семья деген, бала шаға деген, жолдасыңыз деген, тағы да айтамын, Алланың аманаты. Ешкім өмірде мәңгілік емес. Ешкімде мәңгілік емес. Сондықтан Алла тағала сізге өмірді сыйлыққа берді екен, соны бағалап білу керек. Сосын жаңағы мына дәрет алған кезде, оны енді бәріңіз де білесіздер, дәрет деген иманның жартысы, ғұсыл деген үлкен ем. Ғұсыл деген мысалы үлкен ем деп неге айтам? Мысалы бір жерде құлап қалсаңыз да, бір жеріңіз қатты ауырып тұрса да, бір жағдайыңыз болмай тұрса да, бір мәселеңіз шешілмей тұрса да, үйде болатын болсаңыз, ниет қылдым Алла разылығы үшін ғұсыл құйынуға деңіздер, жүгіріп барып ғұсыл құйыныңыз. Сол кезде сіз өзіңіз сол кереметке деген көзіңіз жетеді. Сіз бастап ғұсыл құйынып бастағанда сіздің ауырып тұрған жеріңіз кетіп қалады да, сол ғұсыл құйынып шыққаннан кейін де сіздің барлық мәселеңізге жауап дайын тұрады. Сонда деген жаңағы тектен тек жаңағы бисмилля, бисмилля, бисмилля деп жуына бермей, мысалы бисмилля, бисмилля, әл-қадыр, 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 әл-қадыр деп, мысалы қолыңызды 3 рет әл-қадыр деп жуасыз ғой, мысалы аузыңызға әл-қадыр деп 3 рет жуалып, мұрныңызды әл-қадыр, әл-қадыр. Сонда сіздің қадіріңіз артады, сіздің басыңызға қадір келеді. Мысалы өзіңіздің қадіріңіз артады адамға. Сосын бір несі бар, тағы да көбісі адамдардың дәрет алуды білмейді. Сондықтан сіздер мысалы дәрет алғанда былай деп те алуға болады. Мысалы Алла тағала бисмиллах, Алла қолдарым құтты болсын деп. Күннен күнге өзіңіз байқайсыз ол қолыңыздың құттылығын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмиллах, аузым дуалы болсын деп. Бисмиллах, Алла мұрным жақсы естесін. Алла бет-жүзім нұрлансын. Алла көзім, бисмиллах, көзім көру жақсарсын. Бисмиллах, 3-ші көзім жарқырасын. Бисмиллах, басым аман бол. Бастарыңды жуған кезде, дәрет алғанда бүкіл отбасын сұрасаңыздар болады. Сіз маған сыйлыққа берген отбасым түгел аман болсыншы деп.
балаларым, немерелерім, жиендерім бәрін де сіз маған сыйлыққа бердіңіз ғой деп, оның бәрін Алла тағала естиді. Мысалы деген жақсы періште ешқашанда ешқайда кетпейді. Сіздің мына екі періштеңіз ұйықтамайды да, қалғымайды да, мүлгімейді да. Сондықтан ол кісілерге дейміз, енді ол періштелерге де құрмет көрсеткендеріңіз дұрыс. Дәрет алған сайын Алла тағала жақсы періштенің тағын жақсылыққа толтырыңыз, амал кітабын оң қолымнан берсін деп. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла тағала жақсы періштенің тағын жақсылыққа толтырыңызшы, амал кітабын сол қолымнан бермесінші деп. Бисмилля, Алла аяқтарым тойға шапсын деп. Сол дәрет алған сайын, сіз соны айтқан сайын өзіңіз өміріңіз күннен күнге ешкімге бармай-ақ, ешкімнен сұрамай-ақ, ешкімнен тілемей-ақ, сол дәрет алған сайын солай сұрай берсеңіз, соның өзі орындала береді. Көрдіңіз ба? Сондықтан дәрет алған, мысалы күнде жуынасыз ғой, душқа барасыз. Сонда просто бар, душқа бар, өтір жуынып шықпай, жуынып болдыңыз ба? Жуынып болғанса міндетті түрде ғұсыл алсаңыз, ол деген сізге деген кәдімгі күнне бәлен рет мінәжат қылғанмен бірдей болады. Сосын деген мысалы жол ашылудың жаңағы мысалы берекенің кіру себебі, мысалы береке қалай кіру керек үйіңізге деген, мысалы колонканы алып кішейбіш. Мен сумканың ішіне. Мысалы үйдің ішінде сіздер деген бәріңіз тұрасыздар, бірақ сіздер базарға барасыздар, моншаға барасыздар, мысалы дәретхана, бұл жердің бәрінде де жын перілер көп болады. Мысалы мен әуелден Алланың құдіретімен сондай дүниелер тазалаймын. Ал енді сонда қараңыз, сіз солар қалай болғанда көп адамдар айтады, бастырыламыз, шошынамыз, үйдің ішінде ұрыс-керіс көбейіп кетті, үйдің ішінің адамдары бір-бірімен сөйлеспейді, бір-бірімізбен қарым-қатынаста дұрыс емес, бір-бірімізге уже кейбіреулер болады, әйелі мен күйеуі болса да, уже түріне жыным келеді, сөйлегеніне жыным келеді, тамақ ішкеніне жыным келеді деп айтады. Сонан кейін балалар тыңдамайды, балалар сөйлескісі келмейді, қызым қарсы шығады, бала қарсы шығады, уже ешкім келмейді, үйде деген сондай береке кетті, ақша қалай кіреді, солай жоқ болады, кредитті қарызға батып жатыр, ішіміз алға жүрмейді дейді. Бұның бәрі деген үйдің ішінде жаңағындай жаман дүниелердің қаптап кеткендігінен болады бір жағы. Біреу бірдеңе тастап кеткеннен болады, бір қызғаншақтықтан ырым жасап кеткеннен болады, дуа кештер дуа тастап кетсе болады. Сосын бір жаманы жаңа үйдің ішінде жын пері көп болатын болса, ол әрбір адамда өзінің туа біткен бір екеуі міндетті түрде болады. Және арақ ішкен жерде, арақ ішкен адамдарда 10-12-сі болады, 15-ке дейін болады. Сосын деген әр жерден жиналып келген, қайтқан кісіге барған жерден келеді, садақала, мысалы жаман жерлерде жүрсеңіз, қараңғыда жүргеннен кейін. Сондықтан не істейсіздер? Үйіңізді тазалаңыз. Көп адамдар жаңағы Құранды қояды, телевизордан қойып қояды, мысалы қазір Алиса бар, басқасы бар, қойып қояды, айқайлатып қойып қояды. Құран қою деген осы екен деп. Сонда қалғандар, өшіш ана, азайтшы ана, дауысын өшіш ана, бір түрлі екен дейді, таңнан кешке дейін. Сондықтан бәріңіз тіпті бар ғой, телевизорда қоспай-ақ қойыңыз, телефонда қоспай-ақ қойыңыз, бәріңіз колонка сатып алыңыз. Мынау жаңа қымбаттау түрі, енді бұның ана 1000 теңге, 1500 теңге толып тұрған шығар Қытайдың колонкасы. Осындай колонка алыңыз, сосын мынандай флешкеге Мишари Рашид толық Құран. Осы Мишари Рашид толық Құран флешкеге жазып алыңыз, 10 сағат ойнайды. Соны алыңыз да, сосын деген таңертең қалай көзіңізді аштыңыз, солай жаңағы алыңыз да қосып қойыңыз. Ол ешкімге кедергі де болмайды. Өзімен өзі бір бұрышта тұра береді. Естіліп жатыр ма? Осындай жай ғана қойып қойыңыз. Жай ғана қойып қойыңыз. Біреулер деген айқайлатып қояды. Олай емес, Құранды әдемі жеткізіңіз. Осылай айтайық. Ешкімге кедергі болмайды. Зато сіздің үйіңіздегі жаңағы бәлелердің бәрі, жын перінің бәрі, олар айтады, Құран жүрген жерде біздер өртеніп кетеміз, біздер жоқ болып кетеміз деп. Автоматически тазарады, орысша айтқанда. Үйіңіз деген.
Осынан кейін сол тазарғаннан кейін жаңағы тағы да айтам, үйде ұрыс керіс болмайды, береке кіреді, қарым қатынастарыңыз да дұрыстайды, ақша да жаңағы өзінің берекетін тауып, ол да жаңа тиянақтап тұрып бастайды, жұмысқа да кіресіздер, жұмысыңыз да өрлейді, солай тазартыңыздар. Сосын мына менде үнемі маған қатысып жүрген адамдар білет, мен айтам үнемі. Бізде жаңағы әдейі шашатын аппарат бар, анда тұр ғой, алып аппарат бар, ал енді сіздер деген жоқ болатын болса, ана терезе жуатын мистер мускул бар емес па? Сол мистер мускулды алыңыздар, соның ішіне құраннан дем салынған. Қазір мысалы тұздарыңызды ашып қойсаңыз, суларыңызды, секерлеріңізді бәрін де ашып қоюға болады, май шайыңызды да. Сол жаңа құраннан дем салынған тұздан бір шай қасықпен тұзды салып қоясыз. Сонан кейін жаңағы кранттан суды құясыз. Простой жаңағы салқын суды құясыз да, шайқап қойып, үйіңіздің ішіне жаңағы шашып шығасыз анда-санда. Жағдайларыңыз жақсы болып кеткенше 5 күнде бір, я болмаса 1 аптада бір шашып қойыңыз, ертең жағдайларыңыз дұрыстап басталғаннан кейін 1 айда бір, 2 айда бір, 3 айда бір шашып қоясыздар. Өйткені жақында мен Инстаграмнан көріп қалдым. Мен енді әуелден өз практикамда қолданам. Жап-жас имам жігіт бала сол жаңағы көрсетіп атыр. Өзі сол мистер мускулдың ыдысын алып алыпты, терезе жуатында. Өзі тұзды суды ішіне, ол тұзды су демейді, ол құраннан дем салынған су дейді. Соны алып бұрыш-бұрышқа бисмиллах, бисмиллах, бисмиллах деп 3 жерден шашыңыздар. Өйткені бүкіл жын перінің бәрі бұрышты жақсы көреді, бұрышқа тығылып қалады деп атыр. Біздер енді мынандай аппарат пайдаланамыз. Неке? Соны деген жаңағы бұрыштың жоғар жағына, ортасына, астыңғы жағына бір бұрышқа 3 жерден бисмиллах, бисмиллах, бисмиллах деп шашып қоясыздар. Сонда сіздің бұрышта жабысып тұрған бәлелердің бәрі сіздің көзіңізге көрінбейтін автоматически үйдің ішінен жоқ болады. Үйдің ішін тазарту деген сол. Мысалы, көрдіңіз бе? Ал енді сосын деген жаңағы осындай сол жаңағы мистер мускул мынандай ыдыс болатын болса, кішкене шай қасығыңызды үйіп тұрып салыңыз, үлкендеу болса. Сосын жай судан құясыз, салқын судан шайқап алып, ана төсектеріңізге, простынаға бүйтіп жоғарғы бүйтіп алып, бүйтіп бір шашқанда жаңағы андай шаң сияқты қонады, ол ешқандай су болмайды, зато үйдің ішінде пәле-жәлелер болмайды. Мысалы деген сыртқы есігіңіз бар ғой, сыртқы есігіңіз, мысалы мынандай есік болатын болса, сол есіктің үстіне, екі жақ жанына бисмиллах, 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 бисмиллах деп осындай тұзды суды, құраннан дем салынған суды шашып қойыңыз. Сол кезде сіздің үйіңізге алып келген жаман дуасы болса да, жаман ниетпен келсе де, жаман ырыммен келсе де, жаманшылықпен келген адам болатын болса, тастап кетсе де ол заттың күші болмайды. Ешқандай адам ана есіктен кірмейді, пәле-жәлелердің бәрі есіктен кірмейді. Есіктің ішіне де, сыртына да шашып қойыңыздар. Қонақ келетін кезде, қонақ келіп кеткеннен кейін соны міндетті түрде жасаған дұрыс болады. Өйткені қазір өте ырым жасайтындар көп. Ескертіп қояйын. Есік алдында жаңа 10 теңге, 5 теңге сондай уақыт тиындар көретін болсаңыз, бұл орыстың емі. Сол жаңағы орыс халқы арқылы жасалатын жаман дуаны көбінесе көп осы жерден кетсін, жоқ болсын, бәрі осы жерден кетсін, құрысын деген адам сол тиын тастап кетеді. Сосын көптен көп адамдардың жасайтын бір жаманшылығының бірі мына май жағып кетеді. Не май пайдаланатынын білмеймін, айту соны жасайтын адамдар өздері бір әдейі айналысатын адамдар бар ғой енді. Мына жаңағы босағаға, я болмаса қақпаға, я болмаса есікке жаңағы май жағып кетеді. Ол майды сіз ештеңемен кетіре алмайсыз. Жақында бір әйел адамға айтам ғой, сен деген солай ана май жағып кеткен білесің ғой, соны сол жерді тұзды сумен жу десем, апа мен оны балаларды ұрсып жүрмін дейді. Не ана май қолдарымен ұстағасыңдар деп кетіре алмай жүрмін және ана майды дейді. Кәдімгі ысқылатын жасамағаным жоқ, ана есіктің краскасы кетейін деп отыр одан дейді. Сосын алдында біреу айтады, қақпаға жағып кетті дейді. Тіпті өлтірсең де кетпейді ғой ана май дейді. Енді деген ондай затты көбіне көп жаңа мына бейітке барып жасайды.
бейітке барады, сол жерге жаңа неше түрлі бәлелерін апарады, өздерінің қосатындарын қосады, сол бейіттің топырағын қосады, сосын май қосады, тырнақ қосады, шаш қосады, бірдеңе қосады, содан кейін сол жерде өртейді, содан кейін соның майын әкеліп жағады, кетпейді сосын ол деген. Соған сақ боласыздар. Жалпы негізі қазір деген сондай өзі заман, сондай жаман заттың дамып тұрған дүниясы. Сосын деген ырымдайды. Сосын деген мына ыдыс аяқтарыңызды әйел адамдар қанша айтқанмен, мысалы білесіздер, біреуге бір кесе болса да ыдыс беруге болмайды. Біздердегі қонаққа келгенде сұрпа құйып алып кет, ет салып алып кет, тамақ салып алып кет, салат салып алып кет, әкелесің ғой деп беріп жібереміз, ол дұрыс емес. Өйткені деген ыдыспен деген адамның берекесі судай шашылады. Сондықтан қонақ келіп, тіпті сондай тамақ бергіш болсаңыз, одноразовый пакет әкеп қойыңыз, болмаса одноразовый посудалар көп қой, сондай посуда әкеліңіз, және өзіңіздің қолыңызбен, өзіңіздің дастарханыңыздан тамақ салып бермеңіз. Өйткені сіздің берекеңіз, тек өз берекеңізді өзіңіз қолмен салып бересіз. Алыңдар деңіз, мына сіздерге жайылған дастархан, сіздерге арнап жасалған тамақ, алыңыздар, алып кетіңіздер, жеңіздер де, пакетін бер, ыдысын бер, өзің кетіп қал. Кухняға бір жаққа кетіп қал, өздері салып алады. Көп деген адамдар, маған көбінесе көп кездесетіні, бір алма алам, екі кәмпит алам, бізде ешкім жоқ жейтін дейді, сонымен бүкіл ыдыстарын ішін сүртіп шығады ырымдап. Сонан кейін жаңағы айтатыным әйел адамдарға, бір жылда бір рет болса да бір табақ алыңыз, үлкен табақ, соған оқылған тұздан бір уыс тұз салыңыз, Құраннан дем салынған оқылған тұздан. Сон бір уыс тұзды салыңыз да, соған сол тұзы суға бүкіл ыдыстарыңызды бір-бір шайып шығарыңыздар. Сонан кейін таза суға шаясыздар да пайдаланасыз. Сонда сіздің ыдысыңызға жасалған ырым-сырым, даже қандай ол жын пері болса да, микроб болса да, басқа болса да, қасиетті Құранмен тазаланып кетеді. Түсінікті ма? Үйлеріңізді солай жасаңыздар. Так, енді енді жаңағы мына жерде балам айтып жатыр, мама